Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен котлет дайындаймыз. Өте дәмді, өте сочный болады. Котлеттің рецепттері өте көп, бірақ сіздерге өзімнің рецептімді ұсынбақшымын. Неше жылдан бері дайындап келемін. Өте сочный және де қарапайым рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Фарш, пияз, үкіштен өткізілген сәбіз, тұз, бұрыш барлығын салып араластырамыз. Және де бір жұмыртқаны салып, толыққанды массамызды араластырамыз. Осындай сәбізбен ішіне қосатын болсаңыздар, котлеттеріңіз өте сочный, дәмді болып шығады. Сухарик немесе нанымызға жылы сүтімізді құйып, осындай масса болады. Фаршымызға салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осымен біздің массамыз дайын. Котлеттерімізді арнайы панировочный сухарик немесе ұнға аунатуға болады. Тура видеодағыдай котлеттерімізді дайындап шығамыз. Сухарикке аунатамыз. Барлық котлеттерімізді де тура осылай қайталаймыз. Осы массадан менде 21 котлет шықты. Алдын ала майымызды қыздырамыз. Майдың көлемі қатты үлкен немесе кішкентай болмауы қажет, орташа болу керек. Тура видеодағыдай май құямыз. Орташа отта асты үстін қуырып аламыз. Қатты күйдірмеген дұрыс. Егер қатты күйіп кететін болса, котлеттеріңіз дәмді болмай қалады. Күйіктің дәмі шығып кетуі мүмкін. Соған мән беріңіздер. Біздің котлеттеріміз дайын. Қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте сочный, өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін тамашалап, сіздерге ұнап жатса, шынайы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен Instagram парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім ас болсын.